Мен өмір бойы әкемнің мені ағамнан кем көргенін ешқашан сезген емеспін. Ол бізге әрдайым: екеуің де менің балаларымсың. Бірің ұлсың, бірің қызсың, бірақ мен үшін айырмашылық жоқ деп айтатын. Сондықтан әкем қайтыс болған күні ағамның маған айтқан сөзі әлі күнге дейін құлағымнан кетпей: бұл үйден кетуге дайындал. Әкем бәрін маған қалдырды. Ол мұны ешқандай өкінішсіз, ешқандай эмоциясыз айтты. Ал мен сол кезде әкемнің қабірінен жаңа ғана қайтып келген едім. Менің атым Айдана, қазір 42-демін. Мен тұрмыс құрдым, бірақ күйеуімнен 5 жыл бұрын ажырасып кеттім. Қызым студент, қалада оқиды. Өзім аудан орталығындағы мектепте жұмыс істеймін. Ал ағам Ерлан менен 4 жас үлкен. Ол әрдайым әкемнің мақтанышы болатын. Ұл болған соң ба, әлде тұңғыш болғандықтан ба, білмеймін, бірақ әкем оған ерекше сенім артатын. Ерлан қалаға көшіп кетті. Жеке бизнес ашты. Үлкен көлік мінді, әдемі үй алды. Ал мен ауылда қалдым. Анам ауырып жүрген кезде де жанында мен болдым. Үйдің шаруасында мен қарадым. Әкем мен анама дәрі әкелетінде мен едім. Бірақ мен ешқашан мұны міндет немесе құрбандық деп ойған емеспін. Өйткені олар менің ата-анам еді. Анам 3 жыл бұрын қайтыс болды. Сол күннен кейін әкем қатты өзгерді. Бұрынғыдай әзілдеспейтін болды. Көп сөйлемейтін. Кейде кешке аулада жалғыз отырып қалатын. Bir күні мен одан: әке, сіз жалғызсырап жүрсіз бе? деп сұрадым. Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын: адам кейде өмір бойы қасында жүрген адамынан айырылғанда өзі де жартылай кетеді екен, қызым, деді. Сол сөзі менің есімде мәңгі қалды. Өткен жылдың күзінде әкем инсульт алды. Түн ортасында көрші қоңырау шалды. Мен дереу ауылға жеттім. Әкем ауруханада жатты. Сол кезде Ерланға хабарластым. Ол: ертең барамын, деді. Бірақ ол 3 күннен кейін ғана келді. Бар болғаны жарты сағат отырды. Дәрігермен сөйлесті. Сосын: маған жұмысқа қайту керек деп кетіп қалды. Мен ештеңе демедім. Өйткені әркімнің өз өмірі бар деп ойладым. Әкем ауруханадан шыққаннан кейін жүре алмай қалды. Оған күн сайын күтім қажет болды. Мен мектептегі жұмысымды жарты күнге ауыстырдым. Таңертең тамағын дайындаймын. Дәрілерін беремін. Кешке дейін жанында отырамын. Түнде бірнеше рет оянып жағдайын қараймын. Кейде қатты шаршайтынмын. Бірақ әкемнің көзіне қараған сайын бәрін ұмытып кететімін. Bir күні ол менің қолымды ұстап: қызым, саған қиын болып жүр, деді. Жоқ, әке. Сен бәрін көтеріп жүрсің. Мен жымиып: мен сіздің қызыңызбын ғой. Ол көзін төмен түсірді. Сол кезде оның не ойлағанын түсінбеппін. Ерлан айына 1 рет келетін. Кейде 2 айда 1 рет. Келген сайын әкемнің жағдайын сұрайтын. Бірақ көбінесе телефонмен сөйлесіп отыратын. Bir күні мен ас үйде шай құйып тұрғанымда олардың әңгімесін естіп қалдым. Ерлан: әке, құжаттарды реттеп қойған дұрыс шығар. Әкем: кейін сөйлесерміз. Кейін кеш болуы мүмкін. Мен әлі тірімін. Үй іші бірден тынышталып қалды. Мен ол кезде олардың не туралы айтып отырғанын түсінбедім. Қыс өте ауыр өтті. Әкем күн сайын әлсірей берді. Bir күні ол мені жанына шақырды. Айдана: иә, әке. Кейде адам кейбір шешімдерді өзі қабылдамайды. Мен түсінбей: не айтқыңыз келеді? Ол жауап бермеді. Тек терезеге ұзақ қарап отырды. Сол сөздің мағынасын кейін ғана түсіндім. Көктемнің басында әкем қайтыс болды. Сол күні үй адамға толды. Туыстар келді. Көршілер келді. Барлығы көңіл айтты. Мен ештеңені сезбей жүргендей болдым. Тек әкемнің даусын естігім келді. Бірақ үй бұрынғыдай емес еді. Ол үйден әкемнің иісі ғана қалған болатын. Жерлеуден кейін бәрі дастархан басында отырды. Мен шаршап кеткен едім. Сол кезде Ерлан орнынан тұрды. Оның қолында қара папка бар еді. Ол бәріне қарап: әкем көзі тірісінде барлық құжаттарды рәсімдеп кеткен, деді.
Үй іші бірден тынышталып қалды. Мен оған қарадым. Ол папканы ашты. Содан кейін маған өмірімді өзгерткен сөздерді айтты. Үйде, жерде, көлікте менің атымда. Мен үндемей қалдым. Ал саған ештеңе қалдырмаған. Сол сәтте мен әкемнің суретіне қарадым. Және ішімнен тек бір ғана сұрақ қойдым. Әке, шынымен осылай қаладыңыз ба? Үйдің іші сол сәтте өлі тыныштыққа толды. Ешкім сөйлемеді. Тек ас бөлмесіндегі сағаттың тықылы ғана естіліп тұрды. Мен ағама қарап отырдым. Мүмкін ол әзілдеп тұрған шығар деп ойладым. Мүмкін мен бірдеңені дұрыс естімеген шығармын. Бірақ Ерлан папканы жауып қойып сабырлы дауыспен: әкем бәрін өз еркімен рәсімдеді деді. Менің тамағыма бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Ал маған ше? Ол иығын көтерді. Ештеңе жоқ. Бөлмеде отырған туыстар бір-біріне қарады. Әкемнің қарындасы Зейнеп апай: қалай ештеңе жоқ? деп сұрады. Ерлан бірден жауап берді: әкемнің шешімі. Оның әйелі Әсел де үнсіз басын изеді. Мен олардың жүзіне қарап отырып бір түрлі сезімге бөлендім. Әлде олар мұны бұрыннан білген бе? Мен сол кеште ешкіммен сөйлеспедім. Қонақтар тарағаннан кейін аулаға шықтым. Әкемнің орындығы сол күйі тұр екен. Ол кеш сайын дәл осы жерде отырып шай ішетін. Мен орындыққа отырып көз жасымды ұстай алмадым. Мен үй үшін жылаған жоқпын. Ақша үшін де емес. Менің жанымды ауыртқаны әкемнің мені ештеңеге лайық көрмегені. Соңғы 2 жылда оның жанында кім болды? Кім тамағын берді? Кім дәрісін уақытында ішкізді? Кім түнде бірнеше рет тұрып жағдайын қарады? Мен? Ал енді маған. Саған ештеңе жоқ. Кешке қарай Ерлан аулаға шықты. Ол темекі тұтатты. Бірнеше минут үндемей тұрды. Сосын: ренжіме деді. Мен оған бұрылдым. Ренжіме дейсің бе? Бұл менің шешімім емес. Бірақ сен бұған қарсы болған жоқсың. Ол жауап бермеді. Әкем осылай істейтін адам емес еді. Сен әкеңді менен жақсы білемін деп ойлайсың ба? Мен ашуланып кеттім. Соңғы 2 жылда сен оны айына 1 рет көрдің. Ол қабағын түйді. Мен де оның ұлымын. Бірақ жанында сен болған жоқсың. Біздің даусымызды естіген туыстар сыртқа шықты. Ерлан: қазір дауласатын уақыт емес деді. Мен ішке кіріп кеттім. Бірақ сол түні көз іле алмадым. Келесі күні таңертең Ерлан мен оның әйелі ас үйде бірдеңе талқылап отыр екен. Мен кірген кезде олар үндемей қалды. Біраздан кейін Ерлан: Айдана, сөйлесуіміз керек деді. Мен үнсіз отырдым. Біз қаладан көшіп келуді ойлап жүрміз. Сосын: үйді жөндеу керек. Сонда ол терең дем алды. Саған басқа жер қараған дұрыс шығар. Мен оған сене алмадым. Не дедің? 1-2 апта ішінде. Әкемді жерлегенімізге 2 күн болды. Мен де түсінемін. Жоқ, сен ештеңе түсінбейсің. Менің даусым дірілдеп кетті. Мен осы үйде өстім. Мен әкеме қарадым. Ол үшін саған ешкім міндетті емес. Осы сөзден кейін мен орнымнан тұрып кеттім. Өйткені тағы бір сөз айтсам, жылап жіберетінімді білдім. Сол күні түстен кейін көрші Күләш апай келді. Ол әкеммен ұзақ жыл көрші болған адам. Шай ішіп отырып: қызым, көңіліңді түсірме деді. Мен үндемедім. Біраздан кейін ол кенет: әкең соңғы кезде көп уайымдап жүрді. Мен басымды көтердім. Неге? Бір нәрсені айтқысы келетін сияқты еді. Не туралы? Білмеймін. Ол ойланып қалды. Бір күні адам кейде өз баласынан қорқатын жағдайға жетеді екен деп айтты. Менің жүрегім шым ете қалды. Кімнен қорықты? Күләш апай жауап бермеді. Мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Бірақ сол сөз күні бойы менің ойымнан кетпеді. Кешке қарай мен әкемнің бөлмесіне кірдім. Ол бөлме дәл бұрынғы қалпында тұрған. Көзілдірігі үстелде. Қол сағаты тартпада. Жылы күртесі ілулі тұр.
Мен оның төсегіне отырып қалдым. Бөлме әлі де әкемнің иісімен толып тұрғандай еді. Мен жылап жібердім. Әке, неге? Неге маған ештеңе айтпадыңыз? Неге бәрін осылай қалдырдыңыз? Бір кезде көзім төсек астындағы ескі қорапқа түсті. Оны бұрын байқамаған екенмін. Қораптың ішінде ескі суреттер, анамның хаттары және бірнеше құжат жатты. Мен бәрін қайтадан орнына сала бастадым. Сол кезде матрастың астынан ақ қағаздың бұрышы көрінді. Мен абайлап суырып алдым. Бұл қарапайым конверт еді. Сыртында әкемнің қолымен екі ғана сөз жазылған. Қызыма ғана. Сол сәтте менің жүрегім қатты соғып кетті. Өйткені әкем өмір бойы дәл осылай жазатын. Мен конвертті қолыма ұстап тұрып қалдым. Сырттан Ерланның даусы естілді. Айдана, сен қайдасың? Ал менің қолым дірілдеп бара жатты. Өйткені мен сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Әкем маған бір нәрсе қалдырған еді. Мен конвертті қолымда ұстап қатып қалдым. Сырттан Ерланның даусы тағы естілді. Айдана, мен асығып конвертті жемпірімнің қалтасына салып жібердім. Есікті ашқанда ағам дәлізде тұр екен. Не істеп жүрсің? Әкемнің заттарын жинап жатырмын. Ол бөлмені бір шолып шықты. Керек заттарың болса, алып ал. Осы сөз жүрегіме тағы да қадалды. Керек заттар. Әкемнің үйі енді мен үшін бөтен үйге айналып бара жатқандай еді. Бұл үйде менде өстім дедім. Мен оны жоққа шығарып тұрған жоқпын. Бірақ сен мені кетуге мәжбүрлеп жатырсың. Ол ауыр күрсінді. Айдана, жағдайды қиындатпа. Мен ештеңе айтпадым. Өйткені қалтамдағы конвертті сезіп тұрдым. Әкемнің маған қалдырған соңғы сөзі дәл сол қағаздың ішінде жатқандай еді. Сол түні мен бөлмеме кіріп, есікті іштен жауып алдым. Қолым дірілдеп тұрды. Конвертті үстелге қойдым. Бірнеше минут бойы оны аша алмадым. Неге екенін білмеймін. Мүмкін қорықтым. Мүмкін ішінен бәрін өзгертетін сөздер шығады деп сезген шығармын. Ақырында қағазды жайлап аштым. Ішінде бірнеше парақ бар екен. Бірінші жолды оқығанда көзімнен жас шығып кетті. Қызым Айдана, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен енді жоқпын. Мен көзімді жұмып алдым. Бұл әкемнің дауысы сияқты естілді. Сол баяу, сабырлы дауысы. Хатта былай жазылыпты. Соңғы кезде мен саған көп нәрсе айта алмадым. Кейбір сөздерді айтуға батылым жетпеді. Кейбір шешімдерді өз еркіммен қабылдамадым. Менің жүрегім тарс ете қалды. Әкем әрі қарай жазған. Егер бәрімен қорыққандай болса, сен өзіңді кінәлама. Сен мен үшін көп нәрсе жасадың. Соңғы жылдары сен болмасаң, мен өмір сүре алмас едім. Мен жылап жібердім. Өйткені әкем мұны ешқашан бетіме айтпаған еді. Ол сезімін ішіне сақтайтын адам болатын. Ал енді оның әрбір сөзі маған жетіп жатыр. Келесі жолдарда оқығанда денем мұздап кетті. Ерлан екеуміздің арамызда бірнеше рет ауыр әңгіме болды. Ол құжаттарды тезірек рәсімдеу керек деді. Мен асықпадым. Бірақ ол қайта-қайта келді. Мен хатты қайтадан оқып шықтым. Қайта. Тағы қайта. Әкем жалғастырыпты. Мен кейде өзімді әлсіз сезіндім. Кейде неге қол қойғанымды да толық түсінбедім. Мен орнымнан тұрып кеттім. Бөлмеде ары-бері жүре бастадым. Әкем не айтқысы келді? Ол шынымен құжаттарға қысыммен қол қойды ма? Әлде аурудың әсерінен шатасты ма? Мен ештеңе түсінбей қалдым. Хаттың соңына қарай тағы бір абзац бар екен. Егер саған қиын болса, менің ескі құжаттарымды Нұрлан ағайға көрсет. Ол не істеу керектігін біледі. Нұрлан ағай. Мен бұл атты бірден таныдым. Ол біздің аудандағы бұрынғы нотариус болатын. Көп жыл бұрын зейнетке шыққан. Әкем онымен жақсы араласатын. Хаттың ішінде кішкентай қағаз жатыр екен. Онда мекенжай жазылған. Мен орындыққа отырып қалдым. Неге әкем мұны маған айтпады? Неге тірі кезінде ештеңе түсіндірмеді? Сұрақ өте көп еді. Ал жауап жоқ. Таңертең мен ұйықтай алмадым. Ас үйге шықсам, Ерлан шай ішіп отыр екен.
Ол маған қарап: "Ұйықтамадың ба?" "Жоқ, ертең біз қалаға қайтамыз." Мен үндемедім. "Bir апта ішінде шешім қабылдағаның дұрыс." "Қандай шешім? Қайда тұратыныңда?" Мен оған ұзақ қарадым. "Сен шынымен мені осы үйден шығарасың ба?" Ол көзін тайдырып: "Бұл қазір менің үйім." Осы сөзден кейін менің ішімде бір нәрсе өзгерді. Кеше мен тек ренжіп жүрдім. Ал бүгін күмәндана бастадым. Өйткені әкемнің хаты бар еді. Өйткені ол қорыққанын жазған еді. Өйткені ол маған бір адамды табуды өтінген еді. Сол күні түстен кейін мен Күләш апайға бардым. Ол мені көріп: "Жағдайың қалай, қызым?" деді. Мен біраз үнсіз отырдым. Сосын: "Әкем соңғы кезде Ерланмен ұрысты ма?" Күләш апай бірден жауап бермеді. "Неге сұрап отырсың? Айтыңызшы." Ол күрсінді. "Bir күні дауыстарын естідім." "Не деді?" "Ерлан кейін кеш болады деп жатты." "Ал әкемше?" "Маған уақыт бер" деді. Менің қолым салқындап кетті. "Тағы не айтты?" "Естімедім." Ол біраз ойланып отырды. Бірақ әкең сол күні қатты уайымдап жүрді. Кешке үйге қайтып келе жатқанда мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл жай ғана мұра мәселесі емес. Бұл жерде әкем айтпаған бір құпия бар. Мүмкін ол шынымен қысым көрген шығар. Мүмкін ол шешімді өзі қабылдамаған шығар. Ал мүмкін мен ағамды мүлде танымайтын шығармын. Сол түні мен әкемнің хатын қайтадан оқыдым. Соңғы сөйлемді бірнеше рет қайталадым. Нұрлан ағай не істеу керектігін біледі. Ертең таңертең мен сол адамды іздеп баруға шешім қабылдадым. Бірақ мен бір нәрсені әлі білмейтін едім. Нұрлан ағай менің өмірімді өзгертетін құпияны 20 жылдан бері сақтап келген екен. Ертеңіне таңертең мен ерте ояндым. Түн бойы көз іле алмадым. Әкемнің хаты үстелдің үстінде жатты. Мен оны тағы бір рет оқып шықтым. Әсіресе бір сөйлем ойымнан кетпеді. Нұрлан ағай не істеу керектігін біледі. Әкем өмір бойы бос сөз айтпайтын адам еді. Егер ол осы адамды атап көрсетсе, демек оның себебі болған. Мен телефоннан мекенжайды қарап, жолға жиналдым. Нұрлан ағай аудан орталығынан шеткері жерде тұрады екен. Ескі үй. Аулада алма ағаштары. Кішкентай ғана орындық. Мен есікті қақтым. Есікті жасы 70-тен асқан ақсақал ашты. Ол мені бірден таныды. "Айдана." "Иә." "Әкең қайтқанын естідім. Жаныңа сабыр берсін." Мен басымды изедім. "Сізбен сөйлесуім керек." Ол үнсіз ішке шақырды. Біз ас үйде шай ішіп отырдық. Мен әкемнің хатын шығардым. Нұрлан ағай ұзақ уақыт үнсіз отырды. Хатты толық оқып шыққаннан кейін ғана көзілдірігін шешті. Мен бұл күннің келетінін білгенмін. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. "Не айтқыңыз келеді?" Ол маған тік қарап: "Әкең екі түрлі өсиет қалдырған." Bir сәтке мен дем ала алмай қалдым. "Қалай?" "Бірінші өсиет шамамен 3 жыл бұрын жазылған." "Онда не болған?" "Барлығы тең бөлінуі керек еді. Үйде, жерде, жинаған ақшасы да." Мен үнсіз отырдым. Өйткені дәл осындай шешімді менің әкем ғана қабылдайтын еді. Ал екінші өсиетше? Нұрлан ағай ауыр күрсінді. "Оны мен рәсімдеген жоқпын." "Неге?" "Өйткені әкең маған келуді тоқтатты." Сосын бір күні ол маған телефон соқты. "Не деді?" "Мен кейбір нәрселерді өзгертуге мәжбүр болып жүрмін" деді. Менің денем тітіркеніп кетті. Ол нақты не айтты? Толық айтқан жоқ. Неге? Біреу жанында отырғандай әсер қалдырды. Мен бірден Ерланды ойладым. Нұрлан ағай орнынан тұрып, ескі шкафтан бір папка алып келді. Ол ішінен көшірме құжат шығарды. Мен қағазға қарадым. Онда әкемнің қолы тұр. Бірақ төменде жазылған сөздер менің көзіме жас әкелді. Менің барлық мүлкім балаларым арасында тең бөлінеді. Бұл менің әкем еді. Осылай ойлайтын адам. Осылай шешім қабылдайтын адам. Мен ақырын, неге ол бәрін өзгертті? Нұрлан ағай біраз үнсіз отырды.
Сосын, мүмкін ол өзі өзгертпеген шығар. Осы сөзден кейін үйдің іші мүлде тынышталып кетті. Мен оған қарадым. Не айтқыңыз келеді? Мен ешкімді айыптай алмаймын. Бірақ, соңғы айларда әкең қатты өзгерді. Қалай? Ол қорқатын. Менің жүрегім қысылып кетті. Неден? Нұрлан ағай басын шайқады. Оны тек өзі білетін. Мен үйге қайтып келе жатқанда бүкіл жол бойы ойланып отырдым. Егер бірінші өсиет болған болса, егер әкем бәрін тең бөлгісі келсе, онда неге соңында бәрін Ерланға қалдырды? Мен бұл сұрақты өзіме қайта-қайта қойдым. Бірақ жауап таба алмадым. Үйге келгенімде Ерлан аулада жүр екен. Ол мені көріп, қайда болдың? Ауданда. Неге? Жұмысым бар еді. Ол маған ұзақ қарады. Айдана? Иә. Сен бірдеңе іздеп жүрсің бе? Мен оның көзіне қарадым. Бірінші рет. Бұрынғыдай ағамды емес. Басқа адамды көргендей болдым. Сен менен бір нәрсені жасырып жүрсің бе? Ол бірден жауап бермеді. Нені? Әкем туралы. Жоқ. Сен оған қысым жасадың ба? Ол қатты ашуланып кетті. Не деп тұрсың? Сен оны қорқыттың ба? Жетер енді. Ол даусын көтерді. Үйден Әсел жүгіріп шықты. Не болды? Ерлан маған қарап. Әкемнің өлімінен кейін жынданып кеткенсің бе? Мен үндемедім. Өйткені оның ашуы мені бұрынғыдан да күмәндандырды. Сол түні мен тағы да әкемнің бөлмесіне кірдім. Мен енді бәрін басқаша көре бастадым. Оның үнсіздігі, қорқынышы, соңғы айтқан сөздері. Кейбір шешімдерді адам өзі қабылдамайды. Ол маған айтқысы келген екен. Бірақ үлгермеді. Мен үстел тартпаларын қайта қарай бастадым. Ескі дәптерлер, дәрілер, түбіртектер. Бір кезде шағын блокнот тауып алдым. Ол әкемнің жазу дәптері екен. Соңғы беттерінің бірінде тек бір ғана сөйлем жазылыпты. Кешір мені, қызым. Мен сол жерде отырып жылап жібердім. Өйткені мен алғаш рет әкемнің өз шешімі үшін емес, бір нәрсе үшін өкінгенін сездім. Ал дәл сол сәтте дәлізден аяқ дыбысы естілді. Есік баяу ашылды. Бұл Ерлан еді. Ол менің қолымдағы дәптерге қарап қалды. Және оның жүзі бірден өзгерді. Сен оны қайдан таптың? Оның даусында алғаш рет қорқыныш пайда болды. Ерлан есік алдында қатып қалды. Оның көзі менің қолымдағы дәптерден айырылмай тұрды. Мен алғаш рет ағамның жүзінен ашуды емес, қорқынышты көрдім. Сен оны қайдан таптың? Деді ол тағы да. Мен дәптерді жауып қойдым. Әкемнің үстелінен. Ол бөлмеге кірді. Оны маған бер. Неге? Бұл әкемнің жеке заты. Мен орнымнан тұрдым. Ал мен оның қызы емеспін бе? Ерлан үндемей қалды. Бөлменің ішін ауыр тыныштық басты. Сосын ол жай ғана. Кейбір заттарды қозғамағаның дұрыс деді. Осы сөз мені селт еткізді. Неліктен? Өткенді қазудың қажеті жоқ. Ал егер мен шындықты білгім келсе ше? Ол көзін тайдырып. Кейде шындық ешкімге пайда келмейді. Осыны айтып бөлмеден шығып кетті. Ал мен оның арқасына қарап тұрып, бұрын ешқашан сезбеген нәрсені сезіндім. Мен өз ағамнан қорқа бастадым. Келесі күні таңертең мен қайтадан Нұрлан ағайға бардым. Бұл жолы өзіммен бірге дәптерді де алып бардым. Ол жазуды ұзақ қарап отырды. Бұл сенің әкеңнің қолы. Ол неліктен кешір мені, қызым деп жазды. Нұрлан ағай күрсінді. Мен нақты айта алмаймын. Бірақ, әкең соңғы кезде өзін кінәлі сезінетін. Мен үндемедім. Бір күні ол маған, балаларымның арасында әділетсіздік болып кетпесе екен деді. Менің көзіме жас келді. Ол мені жақсы көрді ме? Қарт адам маған таңырқап қарады. Қызым, сен қалайша бұған күмәнданасың? Егер жақсы көрсе, неге бәрін Ерланға қалдырды? Ол біраз үнсіз қалды. Сосын, кейде адамдар махаббаттан емес, қорқыныштан шешім қабылдайды.
Мен үйге қайтып келе жатқанда Күләш апайдың ауласынан өттім. Ол мені шақырып алды. Айдана, саған бір нәрсе айтуым керек. Мен жүрегімнің соққанын сездім. Не болды? Бұрын айтқым келмеген. Айтыңызшы. Ол жан-жағына қарап алды. Былтыр күзде Ерлан мен әкең қатты ұрысты. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Терезе ашық тұрған. Не туралы? Ақша ма, үй ме, білмеймін. Не естідіңіз? Күләш апай ауыр күрсінді. Ерлан кейін бәрібір менікі болады деді. Менің денем мұздап кетті. Әкемше, Айданаға да үлес қалуы керек деді. Мен көзімді жұмдым. Себебі дәл осы сөздерді естігім келген еді. Әкем мені ұмытпаған. Әкем мені мұрасыз қалдырғысы келмеген. Сол кеште мен тағы да әкемнің бөлмесін қарап шықтым. Бұл жолы асықпадым. Әрбір қағазды, әрбір кітапты, әрбір тартпаны. Бір кезде ескі медициналық құжаттардың арасынан бір түбіртек тауып алдым. Ол нотариалдық кеңсенің түбіртегі екен. Күні әкем қайтыс болардан 4 ай бұрын. Мен құжаттағы мекенжайға қарадым. Бұл Нұрлан аға емес. Басқа нотариус. Қаладағы нотариус. Менің бір нәрсеге көзім жетті. Ерлан әкемді өз апарған. Кешкі ас кезінде мен түбіртекті үстелге қойдым. Ерлан бірден таныды. Оның жүзі бозарып кетті. Бұл не? Сен айт. Әсел маған қарап қалды. Айдана, не болып жатыр? Мен ағама қарадым. Сен әкемді нотариусқа апардың ба? Ол біраз үндемеді. Иә. Неге? Ол өзі сұрады. Мені неге шақырмадың? Қажет болмады. Әкемнің жағдайы жақсы емес еді. Ол бәрін түсінді. Мен түбіртекті қолыма алдым. Ол кезде ол дәрілер ішіп жүрген. Соған не болды? Сен оны жалғыз алып бардың. Ол орнынан тұрды. Сен мені қылмыскер қылғың келе ме? Мен де тұрдым. Мен тек шындықты білгім келеді. Сол кезде күтпеген нәрсе болды. Әсел күйеуіне қарап. Ерлан. Айдана дұрыс айтып тұрған шығар. Үй іші бірден тынышталып қалды. Ерлан әйеліне бұрылды. Сен де бастама. Мен тек. Жетет. Ол қатты айқайлады. Мен алғаш рет Әселдің де қорқып қалғанын көрдім. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Менің көз алдымда бірнеше нәрсе айналып тұрды. Әкемнің хаты. Бірінші өсиет. Айданаға да үлес қалу керек. Кешір мені, қызым. Және ең қорқыныштысы. Ерланның бүгінгі көзі. Ол маған ашуланған жоқ. Ол әшкереленуден қорыққан адамға ұқсап тұрды. Түн ортасында менің телефоным шырылдады. Бейтаныс нөмір. Мен тұтқаны көтердім. Қарт адамның дауысы естілді. Сен Айданасың ба? Иә. Мен Серікпін. Кім? Мен сенің әкеңді нотариусқа апарған таксишімін. Мен орнымнан атып тұрдым. Сізге нөмірімді кім берді? Нұрлан аға. Менің жүрегім қатты соғып кетті. Содан кейін ол бір ғана сөйлем айтты. Сенің әкең сол күні көлікте жылаған еді. Мен телефонымды қаттырақ қысып ұстадым. Бөлме қараңғы. Үй іші тыныш. Ал бейтаныс адамның айтқан сөзі жүрегімді тоқтатып жібере жаздады. Сенің әкең сол күні көлікте жылаған еді. Бірнеше секунд бойы сөйлей алмадым. Не дедіңіз? Қарт адамның дауысы баяу шықты. Мен сол күні сенің әкеңді қалаға бардым. Ерланмен бірге ме? Иә. Мен төсектен тұрып кеттім. Не болды? Ол біраз үнсіз қалды. Жолдың жартысында Ерлан дүкенге кіріп кеткен. Сосын әкең екеуміз көлікте жалғыз қалдық. Мен демімді ішіме тарттым. Ол не айтты? Қария ауыр күрсінді. Ол қызымды ренжітіп алатын болдым деді. Көзімнен жас бірден ағып кетті. Тағы не айтты? Менің қолымнан ештеңе келмей қалды деді. Ертеңіне мен Серік ағаның үйіне бардым. Ол 70-тер шамасындағы қарапайым адам екен. Шай үстінде ол бәрін қайтадан айтып берді.
Сенің әкеңнің денсаулығы жақсы емес еді. Ол есін дұрыс білді ме? Білді. Бірақ ол қатты уайымдап отырды. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Нотариусқа жеткен соң Ерлан оны қолтықтап кіргізді. Сіз күттіңіз бе? Иә. Қанша уақыт? 1 сағаттай. Менің жүрегім тағы қысылды. Кейін не болды? Әкең шыққанда көзі қызарып кеткен еді. Жылады ма? Иә. Мен үнсіз қалдым. Үйге қайтып келе жатқанда мен әкемнің соңғы айларын есіме түсірдім. Оның үнсіздігі, түнде жалғыз отыруы, маған айтқысы келген сөздері. Кейбір шешімдерді адам өзі қабылдамайды. Сол кезде мен бәрін түсіне бастағандай болдым. Әкем мені ұмытпаған. Ол мені мұрасыз қалдырғысы келмеген. Бірақ бір нәрсе оған кедергі болған. Кешке қарай күтпеген жерден Күләш апай келді. Оның қолында ескі қағаз бар екен. Мынаны кеше тауып алдым. Не бұл? Сенің әкең бізге бірдеңе жазып кеткен сияқты. Мен қағазды аштым. Бұл қарапайым жазба екен. Онда былай деп жазылыпты. Егер мен бірдеңе айтып үлгермесем, Айданаға менің оған ренжімегенімді айтыңдар. Менің көзім тағы жасқа толды. Ол сізге қашан берді? Бірнеше ай бұрын. Неге бұрын айтпадыңыз? Күләш апай басын төмен түсірді. Отбасы арасына араласқым келмеді. Мен ештеңе демедім. Бірақ ішімде бір нәрсе анық болды. Әкем кінәлі емес. Сол күні кешке мен Ерланды аулада кездірдім. Ол жалғыз отыр екен. Мен оның қарсысына отырдым. Бірнеше минут үндемедік. Сосын мен Серік ағаны көрдім. Ол бірден басын көтерді. Қай Серік? Әкемді нотариусқа апарған адам. Оның жүзі өзгеріп кетті. Ол не айтты? Әкем жылағанын айтты. Ерлан үндемеді. Неге жылады? Ол темекісін жерге тастады. Білмеймін. Өтірік айтпа. Мен білмеймін. Ол алғаш рет дауысын көтермеді. Керісінше шаршаған адам сияқты көрінді. Мен оған қарадым. Әкем саған қарсы болды ма? Ұзақ үнсіздік орнады. Ақырында ол ақырын сөйледі. Ол үйді сатқысы келді. Мен таң қалдым. Не? Барлығын бөліп бергісі келді. Бұл дұрыс қой. Ол ашы күліп жіберді. Сен үшін дұрыс шығар. Ал сен үшін ше? Мен 15 жыл ақша жібердім. Бірақ сен оның жанында болған жоқсың. Мен де оның ұлымын. Ол айқайлап жіберді. Бірнеше секундтан кейін қайтадан тынышталды. Сосын бірінші рет көзін төмен түсірді. Мен қорықтым. Неден? Бәрінен айырылып қалудан. Мен оның жүзіне қарадым. Алғаш рет оның ашуын емес, әлсіздігін көрдім. Сен әкемді мәжбүрледің бе? Ол жауап бермеді. Ерлан. Ұзақ үнсіздік. Сосын ол сыбырлап. Мен оған көп қысым жасадым. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не дедің? Мен қателестім. Сен оны қорқыттың ба? Ол көзін жұмды. Мен оған үнемі айттым. Не айттың? Үй бәрібір маған қалуы керек дедім. Мен көз жасымды тоқтата алмадым. Өйткені дәл осы сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Әкем мені сатпаған. Әкем мені ұмытпаған. Әкем тек екі баласының ортасында қалып қойған. Ерлан орнынан тұрды. Мен бәрін қайтарғым келеді. Мен оған қарадым. Енді кеш емес пе? Ол жауап бермеді. Сол сәтте үйдің ішінен Әсел жүгіріп шықты. Оның қолында телефон бар еді. Ерлан. Не болды? Нотариус хабарласты. Неге? Әселдің жүзі бозарып кеткен. Олар сені ертең шақырып жатыр. Неге? Ол маған қарап. Әкеңнің тағы бір құжаты табылыпты. Менің жүрегім тарс ете қалды. Өйткені дәл сол сәтте мен бір нәрсені сездім. Әкем бізге әлі соңғы сөзін айтпаған еді. Сол түні ешкім дұрыс ұйықтай алмады. Үйдің іші бұрынғыдан да ауыр болып кеткендей еді. Ерлан үндемейді. Әсел жылай береді.
Ал мен әкемнің бөлмесінде отырып, оның хатын қайта-қайта оқып шықтым. Кейбір шешімдерді адам өзі қабылдамайды. Енді мен бұл сөздің мағынасын толық түсіне бастағанда едім. Бірақ нотариустың қоңырауы бәрін қайта өзгертті. Қандай құжат? Неге дәл қазір? Неге осы уақытқа дейін ешкім айтпаған? Ертеңіне таңертең біз аудан орталығына бірге бардық. Жол бойы ешкім сөйлемеді. Көлікте тек мотордың дыбысы ғана естіліп тұрды. Мен терезеге қарап отырдым. Ал Ерлан рөлге қадалып қалған. Бір кезде ол ақырын: "Айдана?" Мен бұрылмадым. "Иә. Егер уақытты қайтаруға болатын болса." Ол сөйлемін аяқтамады. Мен де ештеңе айтпадым. Кейбір сөздер тым кеш айтылады. Нотариус кеңсесіне кіргенде бізді орта жастағы әйел қарсы алды. Ол үстел үстіндегі папканы ашты. "Мен сіздердің әкелеріңізге қатысты бір құжат туралы хабарласқан едім." Менің жүрегім соғып кетті. "Қандай құжат?" "Бірнеше ай бұрын сақтауға қалдырылған жазбаша өтініш." Ерлан маған қарады. Мен оның да қобалжып отырғанын көрдім. Нотариус қағазды жайлап ашты. "Бұл заңды өсиет емес." "Онда не?" "Бұл марқұмның жеке мәлімдемесі." Ол бізге қағазды берді. Жоғары жағында әкемнің қолы тұр екен. Мен оқи бастадым. Егер балаларым бұл хатты бірге оқып отырса, демек мен олардың жанында жоқпын. Көзім бірден жасқа толды. "Мен екеуіңді де жақсы көремін. Менің өмірдегі ең үлкен қорқынышым сендердің бір-бірінен айырылып қалуларың." Бөлмеде ешкім сөйлемеді. Ерлан менің ұлым. Айдана менің жүрегім. Мен жылап жібердім. Өйткені әкем өмірінде ешқашан мұндай сөз айтпаған. Хат ары қарай жалғасты. "Егер мен әділетсіз шешім қабылдаған болсам, мені кешіріңдер. Кейде адам әлсіз болады. Кейде адам қателеседі." Менің қолым дірілдей бастады. Содан кейін соңғы абзацты оқыдым. "Мен ешқайсыңды мұрасыз қалдырғым келмеді. Егер сендер осыны оқып отырсаңдар, өзара келсіңдер. Өйткені үйден маңызды нәрсе отбасы." Бөлме іші үнсіз қалды. Мен басымды көтергенде Ерлан жылап отыр екен. Мен өмірімде ағамды ешқашан жылағанын көрмегенмін. Ол көз жасын сүртіп: "Әкем менен қорықты" деді. Мен үндемедім. Мен оны қатты қыстадым. Ол даусын әрең шығарып отырды. "Мен бизнесімде қарызға баттым." Мен таң қалдым. "Қандай қарыз?" "2 жыл бұрын үлкен шығынға ұшырадым." Мен мұны алғаш рет естіп тұрдым. "Мен үйден айырылып қаламын деп қорықтым." Ол көзін төмен түсірді. "Сондықтан әкемнен үйді өз атыма жазуды сұрадым." "Сұрадың ба?" Ол басын шайқады. "Жоқ." "Онда." Ұзақ үнсіздік. Мен оған қысым жасадым. Нотариус үндемей отырды. Әсел жылап жіберді. Ал мен ағама қарап отырдым. Осы адаммен мен бір үйде өстім. Бір дастарханда отырдым. Бір әкенің тәрбиесін көрдім. Бірақ ашкөздік оны мүлде басқа адамға айналдырған екен. Ерлан орнынан тұрды. Сосын маған қарады. "Кешір мені." Мен жауап бере алмадым. Өйткені кешіру мен ұмыту бір нәрсе емес. Үйге қайтып келе жатқанда біз тағы үнсіз отырдық. Күн батып бара жатты. Бір кезде Ерлан көлікті тоқтатты. Бұл әкемнің зиратына баратын жол еді. Ол сыртқа шықты. Мен де артынан ердім. Біз екеуміз әкемнің басында ұзақ тұрдық. Ақыры Ерлан тізерлеп отырды. "Кешіріңіз, әке." Оның дауысы дірілдеп шықты. "Мен сізді тыңдамадым." Мен көз жасымды сүрттім. Өйткені әкем өмір бойы бізді бір-бірімізден айырғысы келмеген еді. Ал біз оның соңғы тілегін орындай алмай қала жаздадық. Кетер кезде Ерлан маған қарады. "Мен үйді бөлісемін." Мен үндемедім. "Барлығын заң бойынша реттейміз." "Неге?" Ол көзін төмен түсірді. "Өйткені әкем солай қалаған." Мен ұзақ уақыт жауап бермедім. Сосын жай ғана: "Бұл әкем үшін бе?" "Жоқ." Ол көзіне жас алып: "Бұл сен үшін." Мен алғаш рет ағамның шын өкініп тұрғанын сездім.
Бірақ бір сұрақ әлі жауапсыз қалған еді. Егер әкем бізді татуластырғысы келсе, онда неге ол соңғы хатын нотариусқа жасырын қалдырды? Және неге ол оның тек біз бірге келген кезде ғана берілуін өтінді? Әкемнің зиратынан қайтқаннан кейін үй мүлде өзгеріп кеткендей болды. Соңғы бірнеше күнде алғаш рет ешкім айқайлаған жоқ. Ешкім дауласқан жоқ. Ерлан үндемей жүрді. Әсел де тыныш. Ал мен әкемнің бөлмесіне тағы кірдім. Бұл жолы басқа сезіммен. Өйткені енді мен бір нәрсені анық білдім. Әкем мені ұмытпаған. Әкем мені жақсы көрген. Және ол бізді бір-бірімізге қарсы қойғысы келмеген. Келесі аптада біз қайтадан нотариусқа бардық. Ерлан барлық құжаттарды қайта қарауға өтініш берді. Ол маған қарап, мен үйдің жартысын саған беремін. Мен үнсіз қалдым. Жерді де бөлсеміз. Неге бұлай істеп жатырсың? Ол біраз ойланып отырды. Өйткені мен 2 жыл бойы өзімді ғана ойладым. Мен оның көзінен шаршаған адамды көрдім. Ол бұрынғыдай сенімді емес еді. Бұрынғыдай қатты сөйлейтін де емес. Сол бірнеше күн оны да өзгерткен еді. Бір күні ол маған өзі келді. Біз аулада отырдық. Әкемнің сүйікті орындығында. Ұзақ уақыт үнсіз отырдық. Сосын Ерлан, сен мені жек көресің бе? Деді. Мен жауап бермедім. Өйткені бұл сұраққа өзімде жауап білмейтінмін. Ол тағы сөйледі. Әкем соңғы рет ауруханада жатқанда маған бір нәрсе айтты. Мен оған қарадым. Не деді? Ерланның көзіне жас келді. Қарындасыңды жоғалтып алма деді. Менің жүрегім шым ете қалды. Неге бұрын айтпадың? Ұялдым. Ол басын төмен түсірді. Мен әкемнің сені көбірек жақсы көретінін ойладым. Мен таңырқап қалдым. Не? Сен әрқашан жанында болдың. Ал сен оның мақтанышы болдың. Біз екеуміз үнсіз қалып қойдық. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Біз екеумізде өмір бойы бір-бірімізге қызғанышпен қараппыз. Ал әкем екеумізді бірдей жақсы көрген. Бір айдан кейін үй сатылмады. Біз шешімді өзгерттік. Үйді сақтап қалдық. Ауылдағы үй бұрынғыдай қалды. Жазда балалар келеді. Мерекеде бәріміз жиналамыз. Әкем мен анамның суреттері сол орында тұр. Ал олардың бөлмесі өзгерген жоқ. Өйткені ол үй енді мұра емес еді. Ол біздің отбасының соңғы байланысы болатын. Күздің бір күні мен жалғыз өзім әкемнің зиратына бардым. Қолымда оның хаттары болды. Мен ұзақ отырдым. Жел баяу соғып тұрды. Мен хатты соңғы рет аштым. Ең соңғы жолын қайта оқыдым. Егер бір күні сендер қайта татулассаңдар, онда менің өмірім бекер өтпегені. Мен көзімді жұмдым. Өйткені дәл сол сәтте мен әкемді алғаш рет кешірдім. Ерланды да, өзімді де. Үйге қайтар алдында мен әкеме ақырын ғана айттым. Әке, мен ренжімеймін. Көзімнен жас ақты. Сіз мені мұрасыз қалдырмапсыз. Өйткені сол кезде мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Әкем маған үй қалдырмаған шығар. Жер де қалдырмаған шығар. Ақша да қалдырмаған шығар. Бірақ ол маған әлдеқайда қымбат нәрсе қалдырды. Ақиқатты, кешіруді, және отбасының ақшадан маңызды екенін. Ал кейде ең үлкен мұра адамның жүрегінде қалатын сөздер екен.